Бүгін біз құрт көже істейміз. Оған мінекей құрт керек, күріш керек, қойдың басы, суды қайнатып жатырмыз, тұз саламыз, сосын ұн шаямыз. Міне суымыз қайнады, күрішті жуып, бір 2 қасықтай, үлкен қасықпен 2 қасық күріш саламыз. Күріш пісу керек. Мынау күрішіміз піскенше біз құртты жуамыз. Қажақтың құрты? Құрт торғайдың құрты. Қара құрт, әдене. Осы құрт езетін құрт. Әдене езуде алынған құрт. Құрттың 2 түрі болады. Езуге құрт болады. Осындай құрт көже істейтін құрт болады. Қатты құрт болады. Сүзбе құрт болады. Міне құрт жуылды, құртты жудық, бірнеше рет шайып. Енді қазір ұн шаямыз. Күрішіміз уже пісуге дайын. Мына мұздай суға 2 қасықтай ұн салып, ұн шаямыз. Бұл ұнды іртігі несі болмау керек, әдемілеп былғау керек. Іртігі болмау керек. Таза болу керек. Құрт көже қою болу үшін ұн шаяды. Құр суға пісірмейді. Күріштен де қою болады, ұннан да қою болады. Міне мұздай суға ұнды шайдық. Енді со шайған суымызды ұнымен күрішімізге құямыз. Жарты қасықтай тұз саламыз. Сосын тұзын көреміз. Тұз аз болса, тұз саламыз. Өйткені құрт ащы болады. Міне бәрін қостық, тұзын салдық. Мінекей, енді осы қайнағаннан кейін құрт езуін бастаймыз. Міне құртты қазақтар баяғыда баспен езген. Міне біз басты жуып, тазартып, енді құрт езуге дайындап қойдық. Қолмен дезеді, ожаудың басымен дезеді. Кейбіреулер солай әртүрлі езеді. Мен енді сіздерге мына қойдың басымен, ұмытылып кеткен қойдың басымен көрсетейін деп отырмын. Мінекей күріш пісті, мінекей күрішіміз пісті. Одан кейін ұн шайдық, ұнымыз да пісіп, мінекей қайнап жатыр. Енді қазір құрт езуін бастаймыз, құрт еземіз баспенен. Құртты езу үшін мынадан суды құямыз. Енді құрт еземіз қойдың басыменен. Міне бісміллә деп, міне құрт езуін бастаймыз. Құрт еземіз мінекей. Осылай езіледі. Қойдың басыменен. Құрт көже қойыланғанша дәмі, құрттың дәмі шығу керек, қойыланғанша езе береміз. Бірнеше рет езіледі. Мынау еземізді қайтадан ананың ішіне құямыз. Сосын қайтадан тағы еземіз. Солай бірнеше рет езу керек. Құрт көжені мен білген баяғыда кішкентай кезімізде неде жасайтын? Қыс кезінде. Иә, қыста жасайды. Қыста тоңбайды, мысалы малға шығады, ол кезде мал жайлайды. Сол кезде құрт көжені ішіп алса, ол кешке дейін сол қызып жүреді. Денені қыздырады құрт көже. Кейбіреулер шыжық салады, майды шыжғырып, сол майдың шыжығын салады. Әр жерде әртүрлі. Сар май салады, көбінесе сар май салады. Кейбіреулер тоң майда салады. Мінекей қоюланды. Міне қою болды мінекей. Енді бұны мынаған құямыз. Құрт кетіп қалмау керек. Міне қоюланды мінекей. Қоюланды, ағарды. Осылай бірнеше рет дәмін татып көреміз. Енді қайтадан тағы құрт еземіз. Тағы да мінекей. Қыздырып керек емес пе? Жоқ, қыздырып керек жоқ. Ең артынан бұл енді пісіп дайын тұр ғой. Құрттың бәрін езіп болғаннан кейін қайтадан қыздырып, май салып, шыжық болса шыжық салып, құрт көже ішеміз. Мына құртты езген сайын мінекей қоюланып келатыр. Жаңа су сияқты болып тұрады, мінекей қоюланып жатыр. Сол қоюланғанды құя береміз. Сосын тағы еземіз. Бірнеше рет езіледі. Ол есептемейді неше рет езетін. Қоюланғанша езе береді. Міне құрт езіп болдық. Құрт көжеміз дайын. Енді мына қалған құртты жуып алып қоямыз. Бұл құртты малта деп айтады. Мінекей.
құртты езіп болдық баспенен. Мінекей енді құртымыз дайын, бірақ бұны бір қайнатып алу керек. Ыстық қып бір қайнатамыз, содан кейін ішеміз. Сосын қазір көрсетемін. Міне құрт дайын. Енді мінекей кесеге құйып, май салып ішеміз. Әркім өзі салып алады майды. Майды көп салғанда тәтті болады. Майды көп салғанда тәтті. Қою екен, қою шықты. Қою болып шықты. Ал көрейік. Ал бісміллә көрейік. Қандай әпеден. Тамаша күшті болды. Тамаша. Осылай Қою, қыста тоңбайсыңдар. Маған қазір той болып, далаға қар күлігі болып. Балалар ауырғанда, суық тиіп ауырғанда осы құрт көжені не только балаларға, үлкен кісілерге де осылай тұмау тиіп, жөтеліп, балалар не қылса, осы құрт көже мыңда бір ем. Құрт көже иммунитетті көтереді. Баяғыда коронавирус болғанда осы құрт көжемен көбісі осы құрт көжені ішті.